Баршаңызға сәлем. Бүгін қарапайым үйдегі ас тұзымен үйімізді қалай тазалайтынымызды айтатын боламын. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Үйді тұзбен тазалау әдістері. Ең біріншіден тұрып жатқан үйіңізді тазалаңыз. Үйдегі керек емес ескі құсқы заттарды тастаңыз. Сынған ыдыс болсын тастау керек. Қуыс-қуысты тұзбен жуып шығыңыз. Әсіресе айнаның бетін, сыртқы есікті, табалдырықты жақсылап тұзбен жуған жөн. Неге тұз деуіңіз мүмкін? Тұз барлық ауыртпалықты, жаман энергияны сорып алады. Үйді осылай толығымен бір тазартып алыңыз. Жарты пачка тұзды қазанға салып, пешке қыздырып алыңыз. Тұздың түсі сұр немесе қоңыр болған кезде тыстағы тұзбен үйдің барлық ішін сағат тілімен әр қуысты аластап, Фалақ сүресі мен Нас сүресін оқып шықсаңыз болады. Содан кейін үйді көзден, жаман адамның пиғылынан, жаман энергиядан сақтау үшін қызыл матадан кішкентай өз қолыңызбен қалташа тігіп, ішіне бір шым-шым тұз салып, сырт бөлменің босағасына жоғары жаққа іліп қойсаңыз болады. Сырттан кірген адамның көзіне бірден түсетіндей ілініп тұру керек. Негізінде 90 күн сайын тұзды ауыстырып жаңартып тұрған жөн. Ескі тұзды суға ағызып жіберіңіз. Бұл техниканы саудагерлер бутикке отделға жасап қоюға болады. Үйде Бақара сүресін оқу керек. Бұл сүре оқылғанда 3 күнге дейін